жылы Амстердамда шыққан карта. Бұның авторы Дэвид Фридрих 1610-1698 жылдары өмір сүрген. Азия құрлығын картаға түсірді. Сол тұстағы Азия халықтарының жалпы кеңінен тараған киім үлгілерін көрсеткен, ер азаматтар мен әйел азаматтар. Және де міне Марада Сала деген сол Каспийдің ендігі шетелдік атауы екен. Мына жерде қарап отырсақ, мынандай жер телімі Московия алған. Мына жаңа жер Қытайға дейін мынаның барлығы түркілердің жері болған. Тартария деген түрки. Тартария, түрктер. Ал мына жерде Каффаки Тартари деп тұр. Каффаки деген қазақ. Сонда қазақ түркілері мемлекеті деп біздің жерімізді қазір де біз өзіміздің ата-бабамыздан қалған жерімізде сол жерге аманат болып қалған жерге ие болып отырған халықпыз. Яғни біз туралы бір сөздер таратылса, біздің сендердің жерлерің емес, сендер бұрын болмағансыздар, бертін ғана пайда болғансыздар. Бұл жалған сөз екенін естеріңізде сақтаңыздар. Көне түркі бабаларынан бастап, бүгінге дейін біз нағыз түркілердің жүрегінде отырған, түркілердің тал бесігі Алтай өңірінде отырған, осы жерге ие болып, бізге аманат болып қалған жерге ие болып отырған, және осы жерде дәстүр мен тілді жалғаушы ұлт өкілдері сонымен қатар тарихтың салуымен әртүрлі ұлттар бізде шоғырланғандықтан біз деңгейіміздің төмен емес екендігін, жомарттығымыз бен шешендігімізді, сонымен достығымызды көрсете білетін халықпыз. Ал елдің шетіне келіп жау тисе, кішкентай бозбала мен бойжеткеніне дейін қолына қару ұстап, атқа мінетін намысты халықтың өкіліміз. Сол үшін осы көрмені біз қазақтың рухын көтеру үшін жазу тарихының қаншалықты терең екендігін, ол жазу өркениеттің ең жоғарғы даму сатысының көрсеткіші. Яғни сонау біздің жыл санауымызға дейін 700 жылдары жазу болған болса, біздің өркениетіміз сол тұста дамып қойғанының айқын бейнесі осы ескерткіштер. Бұл ескерткіштердің көшірмесін біздің қоғам мүшелері жасауға атсалысқан, ал мына екі тақсай патшайым мен алтын қалыңдықтың киім үлгісін Қатонқарағай өңірінен келген шебер өзінде жасап, желтоқсан айынан соңғыларын осында келіп бітіріп, бізге енді өнер туындысы ретінде бұл нақты көшірме болмаса да, бұл имитация. Не себепті біз бұны жасатып отырмыз? Әрине, мұражайларда бұның нақты көшірмесі қойылады. Біз қаншалықты сол заманда қаншалықты сән үлгісін сақтағанымызды, арулардың өзі, ер адамдардың өзі қандай болғанын көрсету үшін осыларды көрмеге шығарған болатынбыз. Осы көрмеге келіп, жаңа туыстарыңызға, көршілеріңізге айтатын болсаңыздар, мынау әлі 22 наурызға